Алматы қалалық білім басқармасы әйгілі Жанжалды Бокишева Гаухарды номер 6 мектеп гимназиясының директоры етіп тағайындады. Бұған дейін Гаухарды номер 73 мектеп гимназиясының директоры 2013-2025 жылдары қызметін атқарған. Сонан соң ол мектеп қызметкерлері және де оқушылардың ата-аналары арыз шағымдары мен шағымдарынан кейін ғана кеткен. Балаларымызды басқа мектепке көшіруіне қарсымыз. Алматыда күрделі жөндеу жұмыстарына жабылып жатқан мектептің ата-аналары осылай дейді. Сөздерінше жаз бойы қимылдамай, дәл қыс басталатын уақытта құрылыс жұмыстарына кіріскелі жатыр екен. Әкімдік неге мұндай қадамға барды? Онсыз да оқушы орны жетпей жатқанда 1000-нан астам бала қайда барып білім алады? Соңғы рет мұнда күрделі жөндеу жұмыстары сонау 90-шы жылдары жүргізілген екен. Яғни содан бері 30 жыл уақыт өтті. Ата-аналар білім ошағының жаңартылған қалайды. Бірақ оқу жылы басталып, қыстың көзі қарауда оқушылардың басқа мектепте білім алуына қарсы. Мұндай жұмыстарды ерте бастан ойластырып, көктемде неге іске кіріспеді деп наразылықтарын білдірді. Сабақ басталғаннан кейін істеуге болмайды ғой, адамдардың бәрін пландарын ұрыш етіп, олай істеуге болмайды. Мысалы, меніңше орбита деген өте алыс біз үшін. Мысалы, мен қазір жұмысқа шығам. Ол баланы кім алып кетеді, кім алып келеді, ол мәселе үлкен. Одан өзге ата-аналар оқушылар арасында буллинг бола ма деп қорқады. Бүтін бір мектепті көшіруге жапсарлас ғимарат салу себеп болыпты. Ал оны тұрғызу үшін жылыту құбырларын өшіру керек. Енді балаларға 5 шақырым жердегі білім ошағына қатынауға тура келеді. Жақын жердегі мектептер толық болғандықтан бізді қабылдамады, деп отыр директор. Мектеп автобусы беріледі мектепке. Балалар тасымалдайтын маршрутпенен. 40-шы мектеп, өйткені ол мектеп бір сменада жұмыс жасайды. Сол мектепке деп солай шешілді. Мен мектептер бізді нете алмайды, қабылдай алмайды. Өйткені өздері әрең сүйіп отырған мектептер, қасымыздағы жақын мектептер.